Баршаңызға жалынды сәлем достар, сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 1997 жылға «Без лица» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. ФБР агенті Шон Арчер баласынан 6 жыл бұрын айырылған екен. Парктегі серуен кезінде Кастер атты әлемдегі ең қауіпті террорист оны снайпермен атып түсірген болатын. Нәтижесінде оқ Шонның денесін тесіп өтіп, баласы қаза тапқан еді. Ал өзі аман қалыпты. Содан бері ФБР агенті террористті тоқтаусыз іздеуде. Кастерда 6 жыл бойы уақытты босқа өткізген жоқ. Осы уақыттың ішінде Кастердің ағасы Поллакс Лос-Анджелес қаласын бомбамен жоюға дайындалған. Кастер болса бомбаны Конгресс-центрдің астына орнатпақшы. Енді бомбаның жарылуына тек 20 күн ғана қалды. Ал видеоға оралмас бұрын мен сіздерге өзімнің жаңа TikTok каналым жайлы айтып өтейін. Егер де сіз YouTube-пен айналысқа жүрсеңіз, не болмаса бос уақытыңызда жай отырмай табыс тапқыңыз келсе, онда менің TikTok каналыма тіркеліңіз. Ол жерде мен YouTube лайфхактарымен және де қазіргі таңда жақсы табыс әкеліп жатқан нишалармен бөлісіп отыратын боламын. Сілтеме видеоның описаниясында көрсетілген. Ал біз көпке созбай видеомызға оралайық. Көп замай ФБР Поллакс пен Кастердің қайда екендерін біліп қояды. Екеуі ұшаққа отырғанда Арчер бастаған полицейлер ұшақты қоршауға алмақшы. Енді бұл Арчер үшін кек қайтаруға үлкен мүмкіндік. Полиция ұшақты істен шығарғанда Кастер өз өмірі үшін барынша күреседі. Бірақ та ФБР оның інісі Поллаксты тұтқынға алды. Ал Арчер болса Кастермен бірге бір төбелесуде. Соңында екеуінде де бір оқтан қалғанда Арчер оны жеңген болатын. Жігіт оны өлтірдім деп ойлағанымен Кастер комаға түскен екен. Ендігіден бастап өзін кек қайтарғандай сезінген ФБР агенті жұмысын тастап бар уақыттан тек отбасына арнамақшы. Ертеңінде серіктестері Арчерді батыр ретінде күтіп алады. Бірақ та бұл жұмыстың бітетін түрі жоқ. Арнайы бөлім жігітке ағайындылар сақтап жүрген жазбаны әкеледі. Сөйтсе жазбада ғимараттың астында орналасқан бомба жайлы айтылған. Егерде ол жарылып кетсе, соңы ядролық соғыспен бітетіні айдан анық. Бұны естіген Арчер қатты ашулы, бомба жақын арада жарылады. Ал оның қайда орналасқанын тек Поллакс біледі екен. Ол да ағасын көрмейінше айтудан бас тартып отыр. Осымен бәрі біткен секілді, бірақ арнайы бөлімнің сұмдық жоспары бар. Олар Арчерді әлі есін жимаған Кастерге алып келеді. Енді хирург пен ФБР басшылығы жігітке бет-әлпетін өзгертіп, Кастердің рөлін ойнауды ұсынуда. Миссия бойынша жігіт Кастердің түрмедегі ағасымен сөйлесіп, бомбаның қайда екенін білуі керек. Сол үшін Арчер бет-әлпетін өзгерту операциясына келсе болғаны. Ал миссия аяқтала салысымен қайта бұрынғы қалпына өзгертеді екен. Дәрігерлер тек бетін өзгертіп қана қоймай, онымен қоса шашын қысқартып преске де операция жасамақшы. Әрине Арчер бұндай жоспарға мүлдем қарсы, бірақ бомба жарылса, онда Кастер жеңді деген сөз. Ал Арчер оған кек қайтарып біткен жоқ. Осылай Арчерде бұл ұсынысқа амалсыз келседі. Үйіне келген жігіт әйеліне біраз уақытқа жоғалып кететінін түсіндіруде. Бірақ қайтып келгенде бұл жұмысты толықтай аяқтамақшы. Ертеңінде бірнеше сағаттық операциядан соң жігіттің беті арнайы қорапқа салынып, бет сүйегіне Кастердің түрі орнатылады. Көп замай есін жиған Арчер өз көзіне өзі сене алмай тұр. Ендігіден бастап ол нағыз Кастер болып шықты. Операцияның соңғы бөлімі Арчердің дауысын өзгерту. Дәрігер оны еш қайналмай тамаққа орнатылған чип арқылы жасайды. Бомбаның жарылуына 6 күн қалды. Кастердің інісі Поллакс отырған түрмеге Арчерде әдейі түскен болатын. Оның мақсаты бомбаның қайда екенін білу. Түрмеге келе салысымен жігіт Кастердің жауларымен қырылып, өзіне авторитет жинауда. Төбелестен кейін Арчер Поллакспен сөйлесіп отыр. Әңгіме кезінде Поллакс бомбаның Конгресс-центрде орналасқанын айтып қояды. Осы кезде емханада түрі жоқ, нағыз Кастер оянған еді. Терезеден Арчердің түрін көрген Кастер жазбадан операцияны көріп бәрін түсінеді. Енді Кастер операцияны жасаған хирургты талап етуде. Түрмедегі Арчер миссия аяқталды деп бостандыққа шыққай жүр. Күтпеген жерден оған қонақ ретінде келген адам Арчердің түрін жамылған Кастер екен. Кастер жігітке операцияны жасаған хирургтармен миссияға қатысты адамдардың өлгені жайлы хабарды көрсетеді. Осылай уақытша деп жүрген операция мәңгіге қалған болатын. Онымен қоса екеуінің әлеуметтік орындары да ауысыпты.
Террорист енді ФБР агенті, ал нағыз ФБР түрмеде террористің орнында отыр. Осыдан кейін Арчердің отбасына келген террорист оның әйелі мен қызына жиі комплимент айтып, көңілдерінен шықпақшы. Жұмысқа келген Кастер бірінші Поллокспен кезігіп, інісіне бар шындықты айтқан соң оны босата салады. Сосын саперларды қайтарып, өзі орнатқан бомбаны пин-кодпен тоқтатады. Енді бүкіл ел Кастерді нағыз батыр ретінде қарсы алуда. Осы кезде түрмеде жаңалықтарды көрген Арчер аяқтағы металды шешіп көрмекші. Сөйтсе, оны тек клиникада азаптау кезінде шешеді екен. Ол үшін Арчер күзетшілермен төбелесуі тиіс. Кастер бұл жеңісті тойлап, үйде Арчердің әйелімен романтикалық кеш өткізуде. Клиникада аяқтағы металды шешкенде Арчер танысынан көмек сұраған болатын. Сонда ол күзетшілерді ұйықтатып, ақыры танысы қаза табады. Ал түрмеден тек Арчер қашып шықты. Далаға шықса, түрме теңіздің дәл ортасында орналасқан. Амалсыз жігіт тікұшақтан қашып теңізге секіреді. Жұмыста Кастерге түрмедегі Арчердің қашып кеткенін айтады. Бұны естіген жігіт қатты ашулы, өйткені ол да Арчердің берілмейтінін түсініп тұр. Көп замай қалаға жеткен Арчер әйеліне хабарласып, қасындағы күйеуі басқа біреу екенін ескертеді. Осыдан кейін жігіт Кастердің кейпінде бомбаны сатқан дилерге кезіккенде, дилер оған керекті қару-жарақтар берген болатын. Үйде басқа да бандиттер бар екен, және олар Кастер келді деп қуануда. Біраз көңіл көтерген соң Арчер бандиттерге аты шыққан жалған Арчерді қолға түсіруді ұсынады. Осы кезде Кастер болашаққа үлкен жоспарлар құрып жүр. Бір кезде үйіне келген Арчердің қызына бөтен жігіттің жабысып жатқанын көріп, Кастер жігітке сазайын береді. Енді Кастер не болса да Арчердің қызына өзін қорғау үшін пышақ бермекші. Масайып қалған Арчер оянса, қасында Саша атты Кастердің бұрынғы құрбысы жүр. Саша Кастерді қатты сағынып қалса керек. Осы кезде екеуін сырттай бақылап отырған Поллокс ағасына не болып жатқанын хабарлайды. Арчер енді кетейін деп жатқанда бөлмеге Кастердің баласы кіреді. Жас бала Арчердің қаза тапқан баласына қатты ұқсағандықтан жігіт оны қатты құшақтауда. Күтпеген жерден үйге ФБР шабуылдағанда жігіт бөлмеден әйел мен баланы алып шыққан болатын. Бір кезде үйде Арчер мен Кастер тағы да бірге бір қалды. Бірақ ғимаратта басқа да әскерлер жүр, сондықтан Арчер қашуға мәжбүр. Қашып бара жатқанда жігіт төбеден Поллоксты итеріп өлтірген еді. Ертеңінде Кастер жұмыста өзін әзер ұстайды. Бір кезде шыдай алмай жігіт директорға өзінің кім екенін мойындап, оның сол сәтте жүрегін тоқтатқан болатын. Өзінің үйіне кірген Арчер әйелін көріп, оған бәрін түсіндірмекші болады. Ол үшін жігіт әйеліне тек екеуі ғана білетін құпияларды айтуда. Әйелі оған толықтай сенбесе де ішінде бір күмән қалды. Арчер дәлелдеу үшін әйеліне жалған Арчердің қанын алып, анализбен тексеруді өтінеді. Анализ бойынша шынымен де үйде жүрген Арчер басқа біреу болып шықты. Осы кезде клиникаға келген Арчер әйелімен бірге жоспар құруда. Ертеңінде Кастер шіркеуде тұрғанда, оған біреу Арчердің қайтыс болған баласының фотосын тапсырады. Жиналыстан кейін шіркеуде Кастер мен Арчерден басқа ешкім жоқ. Екеуі қайта шайқасқа түскенде Кастер қулыққа басып, Арчердің әйелін тұтқынға алды. Бірақ нәтижесінде жалған Кастерді қорғаймын деп, екі ортада Саша қаза тапқан еді. Саша өлерден алдын жігіттен кішкентай баланы қорғауды өтінуде. Көп замай Арчер Кастерді енді өлтірмекші болғанда, көмекке Арчердің қызы келеді. Шындықты білмейтін қыз әкемді қорғаймын деп жалған Кастерді атып түсірген болатын. Босап кеткен Кастер қызды тұтқынға алғанда жас қыз әлгі пышақты Кастердің өзіне тығады. Енді Кастер қашып бара жатқанда Арчер оны қуып жетіп, ақыры гарпунмен өлтірмекші. Көмекке келген ФБР агенттері шындықты біледі екен. Осылай Арчерге қайта түрін өзгертуге операция басталды. Көп замай үйіне өз қалпында келген Арчер бала-шағасын құшақтап, артынан тағы бір баланы кіргізеді. Сөйтсе ол марқұм Кастердің баласы болып шықты. Осымен біздің Безлица атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.